Бізде жасайтын жаттығуымыз ВПД на месте деп аталынады. Бұл жақта жамбас бұлшықеттеріне санын және санын артқы бұлшықеттеріне өте жақсы жаттығу. Енді жасау техникасына келетін болсақ, бастапқы екі аяқта жамбастың деңгейіне қоямыз, арқаны түзу ұстаймыз. Жанымен көрсетейін, түсінікті болу үшін. Әр аяққа кезек-кезек жасайтын боламыз. Осы аяқтан жасап көрсетеміз. Сол аяқтан арқаны түзу ұстаймыз. Сол аяқты артқа жібереміз. Арқаны түзулігін сақтап, жамбасты артқа жіберіп, төмен түсеміз. Алда тұрған аяғымыз тіземіз аяқтың ұшына ғана бағытталып тұрады. Жамбас артқа, төмен түседі. Мына жақта тіземіз аяқтың ұшына асып кетпеу керек. Жамбас артқа кетеді. Бізде жамбас доминантты қимыл қозғалыс. Және де алда тұрған аяқтың көмегімен біз дененің салмағын көтереміз. Біреу, жамбасымыз артқа, түзу арқаны сақтаймыз. Екі, енді келесі аяққа жасайтын боламыз. Оң аяғымызды артқа жібереміз, арқаның түзулігін сақтаймыз. Қимыл қозғалысы жамбас буыннан бастаймыз, жамбас буынды артқа жібереміз. Жамбас кетеді, түзу арқамен төмен түсеміз. Міне, тіземіз аяқтың ұшына қарап тұр, аяқтың ұшынан асып кеткен жоқ. Болашақта денеміз үйренгеніне байланысты қолымызда қосымша салмақ болады. Енді алда тұрған аяқтың көмегімен дене салмағын көтереміз. Біреу, жамбас артқа. Екі, үші. Осылай жасайтын боламыз.